Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздермен бейне сабақты жасау жолдарымен бөліскім келіп отыр. Ол үшін ең алдымен бізге слайд жасап алу қажет болады. Яғни Microsoft PowerPoint программасында өзімізге қажетті тақырыпта слайд жасап аламыз. Менің жағдайымда 4-ші сынып қазақ тілі, тіл және сөйлеу тақырыбына слайд жасадым. Менің слайдым 6 бетшеден тұрады. Енді осы 6 бетшені қалай бейнероликқа айналдыру жолымен сіздерге бөлісемін. Ол үшін ең алдымен файлы пәрменін басамыз. Содан кейін экспорт пәрменін басамыз. Содан кейін создать видео. Создать видео басылған кезде осындай бетше ашылады. Соның ішінен использовать записанное речевое сопровождение деген жолақты басамыз. Сол жолақты басқан кезде бізде записать речевое сопровождение и время показа слайдов деген бетше ашылады. Сол бетшені басқан кезде начать записьті басамыз. Біздің слайдымыз осылай ашылады. Сіздер өздеріңіздің керекті сөздеріңізді жазасыздар. Мысалға, саламатсыздар ма балалар? 4-ші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіл және сөйлеу деген сияқты өздеріңіздің таныстыру сөздеріңізді жазасыздар. Содан кейін стрелканы баса отырып, әр бетшені жеке-жеке ашып түсіндіріп отырасыздар. Яғни өздеріңіздің дауыстарыңызды жазасыздар. Содан кейін барлық бетше біткеннен соң бізден создать видео деп сұрайды. Сол пәрменді басқан кезде тақырыпты сұрайды. Бірінші кезекте өзіміздің тақырыбымызды қойсақ та болады, және қайда сақтау керектігін сұрайды. Менің жағдайымда рабочий столға сақталады. Сохранитті басамыз, және видеоның жасалу жолы, яғни қанша қалғаны, уақыты барлығы мына төменгі жолақта көрсетіліп тұрады. Сол жолақ толған кезде біздің видеомыз, яғни бейнеролигіміз рабочий столға түседі. Енді міне біздің бейнеролигіміз дайын. Дайын бейнероликті көру үшін біз рабочий столдағы бейнероликке барамыз. Міне біздің бейнеролигіміз дайын. Енді осы бейнероликті барша оқушыларыңызға бөлісе аласыздар.